Ассаламағалейкум, құрметті көрермен. Сіздермен Қуаныш Рахметоллаұлы. Осы аптадағы маңызды оқиғаларды салмақтап, ел тынысынан хабар жеткізетін боламыз. Сонымен осы аптада облыс аумағында қалың қар түсіп, борандатуда. Дәл қазір тас жолдарда жағдай күрделі. Дегенмен мамандарда тыңбай еңбектеніп жатыр. Республикалық маңызы бар жолдарда 22 техника, облыстық маңызы бар жолдарда 49 техника іске қосылды. Қалалар мен аудандарда 274 машина жұмылдырылды. Облыс орталығындағы 200-ге жуық коммуналдық қызметкер жұмыс істеп жатыр. 100-ден астам техника қозғалды. Қазгидромет ақпаратына сүйенсек, өткен тәулікте жауын-шашынның айлық нормасының 42% түскен. Кейбір жерлерде қардың қалыңдығы 1 метрден асты. Ауа райына байланысты республикалық маңызы бар 6 және облыстық маңызы бар 8 жол жабылды. Ауа райының қолайсыз жағдайына байланысты Шығыс Қазақстан облысының әкімі Ермек Көшербаев облыс тұрғындарына үндеу жариялады. Құрметті Шығыс Қазақстандықтар, ауылдастар, облыс аумағына қалың қар түсіп, борандатуда. Соңғы күндері жауын-шашынның 2 айлық нормасы жауды. Кейбір жерлерде қардың қалыңдығы 1 метрден асты. Ауа райына байланысты республикалық маңызы бар 6 және облыстық 8 бағыттағы жол жабылды. Оларды қардан тазарту жұмыстары жүргізілуде. Барлық коммуналдық қызметтер күшейтілген жұмыс режиміне көшті. Жалпы саны 400-ге жуық арнайы техника тартылды. Төтенше жағдай қызметін жедел желісі іске қосылды. Волонтерлер жеке секторда қарды тазартуға көмек көрсетуде. Осындай қиын уақытта күндіз түні тынбай жұмыс істеп тұрған мекемелер мен қол ұшын беріп отырған жанашыр азаматтарға алғысымды білдіремін. Облыста қар көшкіні қаупі бар 487 аймақ тіркелген. Олар Қазселден қорғау орталығы мамандарының бақылауында. Қалалар мен аудандардың әкімдеріне төтенше жағдай кезінде шұғыл әрекет етуге тиісті тапсырмалар берілді. Бүгін түнде ауа райы температурасы -35 градусқа дейін төмендеп, қардың арты аязға ұласпақ. Мен облыстық барлық тұрғындарына қауіпсіздік шараларын қатаң сақтауға шақырамын. Алыс жолға аса қажет болмаса шықпауды сұраймын. Облыстағы жағдай менің жеке бақылауымда. Толассыз жауған қардың қалыңдығы кей жерлерде 1 метрден асып кетті. Оған қоса ақпанның ақ бораны түтеп тұр. Өңірдің елді мекендерде қар басқан көшелер мен жолдарын тазарту қарқынды жүріп жатыр. Коммуналдық қызметтер күшейтілген жұмыс тәртібіне көшірілді. Осындай қиын қыстау шақта ортақ іске үлес қосудан еріктілер де қалыс қалмады. Волонтерлар тобы күн мен түн демей қармен алысып, қарбалас жұмыстан бас көтере алмай жатқан коммуналдық қызмет өкілдеріне ыстық шай мен тоқаш таратып қолдау көрсетті. Сонымен қатар еріктілер жасағы қаладағы жер үйлерде тұрып жатқан көмекке мұқтаж жандарға, оның ішінде зейнеткерлер мен ардагерлерге, әлеуметтік жағынан аз қамтылған отбасыларына, жалғыз басты аналарға, қарияларға қол ұшын созды. Волонтерлер қолына күрек алып, тұрғын үйлердің аулаларын жаяу адамдар жүретін жолдарда қалың қардан тазартты. Айта кетейік, ақпан айында облыста 30-ден астам акция өткізіліп, 200-ден астам ерікті көшелердің бойын, жүргізушілер жолын және жеке тұрғын үйлердің аулаларын қардан тазартуға атсалысқан. Қайырымды жастардың бұл еңбегі әлі де жалғасын таба бермек. Ауа райының қолайсыздығына байланысты ел игілігі үшін еңбек майданына түскен еріктілер қатары алдағы уақытта да арта береді деген сенім мол. Коммуналдық қызметтердің тыңбай еңбектеніп жатқанына қарамастан, қаланың қар құрсауына толықтай босату әзірге мүмкін болмай тұр. Облыс орталығында 200-ге жуық коммуналдық қызметкер мен 100-ден астам техника жұмыс істеп жатыр. Шығыс Қазақстан облысының әкімі Ермек Көшербаев Ресей Федерациясының Свердлов облысынан келген делегациямен кездесті. Өңір басшысы облыста атқарылып жатқан жұмыстарға тоқталып өтті. Бұдан бөлек кездесуде білім, туризм, мәдениет, медицина, өнеркәсіп, инвестиция тарту салаларындағы өзара тиімді қатынастарды одан әрі арттыру маңызды екені айтылды. Өнеркәсібі алға озған өңірден келген меймандар ұсыныстар мен жобаларын ортаға салды.
орман алқабын игерудегі жұмыстарын атап өтті. Өз кезегінде Шығыс Қазақстан облысының әкімі өртке оранған жерлерді қалпына келтіру бойынша өзара тәжірибе алмасу керектігін жеткізді. Сондай-ақ кездесу барысында өнер мәдениет саласы жайлы сөз болды. Өңір басшысы облыста былтыр жергілікті әртістер музыкалық театр жарына алғаш қадам жасап, ертіс концерт залының сахнасында тұңғыш рет Йоган Штраустың Жарғанат опереттасын қойған өнерсүйер қауым қойылымға жоғары баға бергенін жеткізді. Биыл Өскеменде оперетта театры ашылады. Сонымен қатар өнер ұжымы Сыдық Мұхамеджановтың әйгілі Айсұлу операсын сахналауға дайындалып жатқаны Наурыз мейрамы қарсаңында көрерменге жол тартатыны айтылды. Аймақ басшысы өнердің бұл түрі жақсы дамыған Свердлов облысының осы саладағы тәжірибесі Шығыс Қазақстан үшін қызықты екенін атап өтті. Сондай-ақ кездесуде екі өңір кітапханалары мен мұражайлары арасындағы ынтымақтастық та талқыланды. Алдағы уақытта Шығыс Қазақстан мен Свердлов облыстары барлық салада тығыз қарым-қатынас орнатып, бір қатар жобаларды бастауға әзір екенін жеткізді. Алтай және Серебрянск қалаларында жылыту пункттері жұмыс істеп тұр. Күн райының қолайсыздығына байланысты қар құрсауында қалып қойған тұрғындар жылыту пункттеріне жеткізілген. Аудан әкімдігінің ақпаратына сүйенсек, қазір Серебрянск қаласындағы жылыту пунктіне 11 адам орналастырылған. Ешқайсысы медициналық көмекке мұқтаж емес. Естеріңізге сала кетейік, облыста 2 күн бойы жауған толассыз қар мен бұрқасын жел салдарынан республикалық және облыстық маңызы бар тас жолдарға шектеу қойылды. Шығыс Қазақстан облысының төтенше жағдай департаменті мамандар азаматтарға алыс жолға шықпау керектігін ескертеді. Зайсан аудандық ауруханасы заманауи медициналық жабдықтармен толығып жатыр. Сондай озық технологиялық құралдың бірі компьютерлік томография аппараты. Бағасы 465 миллион теңге тұратын жаңа аппарат ел игілігіне пайдаланылмақ. Бұл жағымды жаңалық жергілікті тұрғындарды қатты қуантты. Өйткені елінде зайсандықтар компьютерлік томографиядан өту үшін сонау 500 шақырым жердегі облыс орталығына ат сабылтып барып, кезек күтіп сарылмайтын болды. Бұл қызмет бүгін қызмет аудан орталығында көрсетіледі. Аудандық аурухананың бас дәрігері Жексенбай Төлеубердиннің айтуынша, Зайсан мен іргелес өңірлерде мұндай аппарат жоқ. Сол себепті Күршім, Марқакөл, Тарбағатай аудандарының тұрғындарына да енді осында келіп тексерілуге мүмкіндік туды. Болашақта жергілікті билік аудандық аурухананы жоғары технологиялық медициналық қызмет көрсету орталықтарының біріне айналдыруды көздеп отыр деді. Құрметті ағайын, біз түйіндедік. Арнамызға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Әр істеріңіз берекелі, әр күндеріңіз мерекелі болсын.